Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге велюр матасынан повязка тігіп көрсететін боламын. Ол үшін сіздерге қандай өлшемдер керек? Бастарыңызды айналдыра өлшейміз. Мына тұрған ұзындық, яғни мына тұрған ұзындық, бұл сіздің басыңыздың айналымының өлшемі. Мына видеода суреттегендей бастарыңызды айналдырып өлшейсіздер, соның ұзындығы. Егер матаңыз созылатын болса, тура сол өлшемді аласыз. Ал егер созылмайтын мата болса, 1-2 сантиметр қосып алсаңыз болады. Мына жағы, яғни ені, ол бізде 22 сантиметр болады. Ені 22, ені ұзындығы басымыздың айналдыра өлшемі. Яғни, мысалы, менің басым айналдыра өлшегенде 57 мен 1 сантиметр беріп отырым, 58-ға артығымен алып отырым. Және қосымша бізге осындай кішкентай бөлшегі керек матаның. Оның ені 9, ұзындығы 15. Міне қараңыздар. Тура осындай екі матаны қиып аласыздар. Кез келген матадан тіксеңіздер болады, велюр ғана емес. Мынау созылмайтын велюр, сондықтан мен 1 сантиметр қосып отырмын. Созылатын болса, қоспайсыздар. Сол өлшем бойынша аласыздар. Енді осы маталарымызды біз бұлайынан біріне беттестіріп, екі оң бетін біріне осылай бір-біріне беттестіріп тігіп аламыз. Яғни мынаны осылай айналдырып, осылайынан қоямыз. Сосын мына жерден тігіс жүргіземіз. Мына ұзын матаны да тура солай жасайсыздар. Мына оң бетін біріне беттестіреміз осылай. Одан кейін мына жерден бұлай тігіс жүргіземіз. Енді осы матамызды оң бетіне аударамыз. Кішкентай бөлігінде осылай аударып аламыз. Міне осылай оң бетіне аударасыздар. Мынау тігісі бар жер, жаңағы тігіс болған жеріміз. Осы екі мына жерін артын қиып тастаймыз қазір. Міне жаңа артын қиып алып тастадым. Енді осы бүктелген екі жерді бір-біріне осылай біріктіреміз. Біріктіріп, осылайынан тігіс жүргіземіз. Міне жаңа тіккен жерімізді енді оң бетіне аударамыз. Осылай оң бетіне аударамыз. Содан кейін кішкентай бөлшегімізді, мені тігісі ортасында тұр ғой. Соны бұлай оң бетіне аударамыз. Міне. Содан кейін осыны осы жерден өткіземіз. Тігіс тұрған жерден өткіземіз. Сосын екеуін осылай бір-біріне қаратып, осылай машинкамен тігеміз. Сызық астында қалады. Мына оң беті осылай тұрады. Осылайынан машинкамен жүргізіп шығамыз. Енді жаңа тіккен жерімізді оң бетіне аударамыз. Содан кейін осылай бүктейміз. Тігісі астында кетіп, астына қалу керек. Осылай әдемілеп келтіріп аламыз. Содан кейін астына қойсаңыздар болады, инемен ары-бері жүрмеу үшін. Осындай әдемі повязкамыз дайын. Қараңыздар қалай.